Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгін осындай керемет, үлпілдек, жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөліспекшімін. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Жылы суымызға 1 қасық қант, 1 қасық тұзымызды қосып, араластырамыз. Осы суға сүт қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес, бірақ суып кетпеуі қажет. 1 үлкен қасық ашытқа бетін жауып, ұнымызды електен өткізгенше демалдырып қоямыз. Бос шынымызға ұнымызды електен жақсылап өткіземіз. Ортасын ашып, ашытқа қосылған сұйықтығымызды қосып, күнбағыс майын қосып, қасықтың көмегімен бірінші араластырып аламыз. Кейін қолымызды майлап, қамырды біріктіретін боламыз. Жақсылап біріктіру үшін бір осылай елеп алып, қамырымызды демалдырамыз. Қамырымыз демалды, тағы 1-2 рет осылай елеп, немесе иілеп деп жатады кей жақта. Қамырымыздың бетін целлофанмен немесе пищевой пленкамен орап, жылы жерге қоятын боламыз. 41 сағат көлемінде осындай болып көтерілуі қажет. Мінекей менің қамырым осындай үлпілдек болып көтерілді. Целлофаннан босатып, қамырымызды шығаратын боламыз. Ол үшін біз ең алдымен қолымызды майлап аламыз. Себебі қолымызға жабысқақ болады, өте нәзік қамыр болғандықтан қамырымызды қолымызды майлап босатып аламыз ыдысынан. Және де қамырымызды міндетті түрде 2 бөлікке бөліп аламыз. Себебі жаңағы жайған кезде ыңғайлы болады. 2-ге бөліп, тағы да қамырымызды біраз уақытқа демалдырамыз. 5-10 минут көлемі. 5-10 минуттан кейін алып, қамырымызды жаятын боламыз. Өте жұқа қылып жібермеңіздер. Бауырсақтарыңыз қатты болып қалады, қытырлап. Және де өте қалың болып кетпеуі де керек. Дұрыс піспей қалып та жатады. Қазір мен сіздерге менің бауырсағымның қалыңдығын жақыннан көрсететін боламын. Осылай формочкаға келтіріп аламыз, немесе 4 бұрышты қылдырып жақсаңыздар да болады. Жылы орап, тағы 5-10 минуттаға демалдырамыз. Яғни майымыз қызғанша демалдырамыз. Мінекей осындай көлемде болады бауырсақтар. Майымыз қызыды. Ақырында бауырсақтарымызды салатын боламыз. Мінекей бірден көтерілді. Себебі майымыз жақсы қызған. Қатты күйіп кетпеу керек. Барлығын дұрыстап қарап тұруларыңыз қажет. Осылай аударамыз. 2 жағын бірдей жандарын басып қойсаңыздар болады. Мінекей менің алғашқы бауырсағым осындай болып шықты. Және де шолпының көмегімен піскен бауырсақтарымызды аламыз. Мінекей осымен бауырсағымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің қолымнан келген нәрсе сіздің де қолыңыздан міндетті түрде келеді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.